Қайырлы күн барша тыңдарман қауым, менің YouTube каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Таңғы уақыттың берекесі мол. Таңғы уақытта ояу болу өте маңызды, өйткені бұл сәтте басқа уақытта кездесе бермейтін мол береке бар. Әбігерлікке толы қарбалас тірлік басталмай тұрып, мұндай берекелі уақытты жеке тұлғалық дамуға арнаған тиімді. Өйткені бұл уақытта сені ешкім мазаламайды. Күндізгідей телефон қоңыраулары, түрлі мессенджерлерден келетін толассыз хаттар жоқ. Миың сергек болады. Таңғы уақытта жаттығу жасап, таза ауа жұтып, далада серуендеп келгеннен кейін кітап оқып өткізу, тыныштықта терең ойға шому, күндізгі ісіңді жоспарлау өте пайдалы. Ел шырт ұйқыда жатқанда біршама жұмысты тындырып тастайсыз. Далада серуендеу, спортпен айналысу арқылы бойыңа жағымды қуат жинағандықтан тұла бойың күні бойы сергек жүреді. Атқаратын ісіңе күш-жігер жинап аласың. Позитивті тудырады. Нәтижесінде таңғы уақытта осылай жақсы істермен өткізген адамның көңілі көтеріңкі, әрі жетістікке жеткен жанның рухы шат болады. Мұндай адамның өмірі берекеге толады. Қазақтың ерте тұрған әйелдің бірі арды, ерте тұрған еркектің ырысы артық дегені неткен керемет қағида. Хадисте Алла елшісі Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, таң намазын оқығаннан кейін орнынан тұрмай зікір етіп, күн әжептәуір көтерілгенге дейін отыратын еді делінген. Таңғы уақытта ояу болып, оны барынша тиімді қолдана алған адам өмірін айтарлықтай жақсы жаққа өзгертіп, діттеген мақсатына жете алады. Жетістікке жеткен ұлы тұлғалардың көпшілігі таңғы уақытын өте тиімді пайдаланғаны мәлім. Сондықтан сіз де таңғы уақыттың берекесін сезіну арқылы бүкіл өміріңізді өзгерте аласыз. Ойланып көріңізші. Әлем ұйықтап жатқанда сіз жан дүниеңізді руханиетпен нәрлендіріп, санаңызды пайдалы біліммен сусындатып, денеңізді ширатып үлгересіз. Бойыңызға ғажайып қуат жинап, шабытыңыз шалқыған күйде күніңізді ең керемет деңгейде сапалы да өнімді өткізуге дайын боласыз. Әлемде миллиардтаған адам өмір сүреді. Солардың кейбіреуі ғана үстіне жамылған көрпесін жұлқып тастап, жылы төсегінен атып тұрып, таңғы уақыттың берекесін пайдаланады. Мынаған назар аударыңыз. Жетістік әркімнің қолынан келе бермейтін осындай қиын істерде. Ендеше, сен де қалың ұйқыда жатқан сан мың адамның арасынан бөлініп, өз ерік жігері мен тағдырын жақсы жаққа бұра білген таңдаулы жандардың қатарына қосыл. Ертеңнен бастап жылы төсекте былжырап жатуды тоқтат. Ерте тұруға беліңді бу. Түнде тынығып, таңертең аман-есен оянғанда тағы бір арайлы күнді тарту еткен жаратушыға алғыс білдіріп шүкір етейік. Аллаға бүгінгі күндіз ізгі істермен берекелі етіп өткізуге тырысатынымызды айтып уәде берейік. Егер бүгінгі күніңіз жер бетіндегі соңғы күніңіз болғанда қалай әрекет етер едіңіз? Сол күнді қалай өнімді өткізер едіңіз? Өзіңіздің ең жақсы қабілетіңізді, мүмкіншілігіңізді қалай қолданар едіңіз? Мына өмірде қандай жақсы іс қалдырар едіңіз? Міне, осындай терең ойлар сізге мықты ғажайып жігер беретін мотивация болмақ. Таңғы уақытта өзіңізді жетілдіруге, біліміңізді арттыруға, денсаулығыңызды реттеуге, санаңызды жаңғыртып, ішкі әлеміңізге үңілуге ниеттеніңіз. Таң атпай тұрып, күніңізді өзіңіз риза болатындай ең кемел түрде қалай өткізетініңізді елестетіңіз. Ерте оянып, уақытыңызды жалғыздық пен ешкім мазаламай тыныштықта өткізген кезіңізде миыңыз сізді жетістікке жетелейтін дофамин гормонын бөле бастайды. Онымен бірге бақыт гормоны деп аталатын серотонин де пайда болады. Қауіп-қатерге дабыл қағатын стресс гормоны кортизолдың деңгейі барынша түседі. Бір сөзбен айтқанда, өзіңізді бақыт құшағында сезінесіз. Көңіліңіз көтеріліп, бойыңызда ғажайып қуат, өзіңізге деген ерекше сенімділік пайда болады. Адамға ең жақсы идеялар мен күрделі мәселелердің шешімі көңіл көтеріңкі, рухы мен санасы тыныштыққа бөленген сәттерде келеді. Кімде-кім таңғы 2 сағатын, ең болмаса 1 сағатын тиімді пайдаланып, өзінің жан-жақты жетілуіне, руханиятына арнай алса, ондай адам тек жетістіктің тұғырынан табылады. Алла елшісінің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, уа Алла тағалам, үмметімнің ішіндегі ерте тұрған жанға берекеңді бере көр деген дұғасына сай, жаратушының берекесіне кенеледі. Ей мұсылман, көз ілме таң сәрінің кезінде, таста ұйқыны езілме таң сәрінің кезінде. Сәріде жалған құлпырма, құйқылжыр құмыр сұңқылдап,
бір алла деп безілде таң сәрінің кезінде. Таң сәріде тұрғанның ырысы артып тасады, Тәңірі хабар шашады таң сәрінің кезінде. Таң сәрінің кезінде көк қақпасын ашады, дидарға қадам басады таң сәрінің кезінде. Таң сәрде тұрғайсың, Құдайға құлдық ұрғайсың, күнәдан сөйтсең жұрдайсың таң сәрінің кезінде. Таң сәрінің ләззатын ғашық құлдар сезінген, көрер хақтың сипатын таң сәрінің кезінде. Тамылжып дүние таң атпай, жайнайды бәрі жәннаттай, Тәңірге қылған тағаттай таң сәрінің кезінде. Қожа Ахмет Яссауи 68-ші хикмет.